Халықаралық сауданы бейтарифтік реттеу. Халықаралық сауданы бейтарифтік реттеу әдістері. Халықаралық сауданы бейтарифті реттеу әдістері бұл мемлекеттер арасында еркін сауданы шектеуші экономикалық, әкімгершілік және техникалық шаралардың жиынтығы. Бұл комплекс құрамына төмендегідей шаралар енеді: квоталау, шектеу, лицензиялау және екі жақты тауарлар мен технологиялар экспортына бақылау жүргізу. Экспорт-импортты квоталау дегеніміз белгілі бір тауар түріне арнайы бір мерзім ішінде елге әкелуге немесе елден шығаруға сандық шектеу енгізу. Лицензия белгілі бір мерзім ішінде экспорт-импорттық операциялар жүргізуге рұқсат ететін ресми құжат. Лицензиялар екі түрлі болады: бір реттік лицензия бір ғана контракт бойынша 12 ай мерзім ішінде экспорт-импорттық операциялар жүргізуге рұқсат етеді. Бас немесе генералды лицензия экспортқа шығатын немесе импорттан әкелінетін тауардың саны мен құны көрсетіліп, әрқайсысына жеке толтырылады. Екі жақты арнайы тауарлар мен технологиялар бұл бейбіт азаматтық мақсатта, сонымен қатар қару-жарақ және әскери техника өндіруде де қолдануға болатын құралдар, материалдар, шикізат, техникалық ақпараттар. Мұндай тауар түрлерімен жасалатын келісім шарттарда келесі шарттар толығымен орындалуы тиіс: экспортқа шығарылған тауар түрлерінің қолданылатын орны мен мақсаты айқын көрсетілуі, соңғы тұтынушысы сатып алушының тауарды тек көрсетілген мақсатта ғана қолданатындығы жайлы міндеттеме. Тауар сатушының жазбаша келісімінсіз басқа жаққа берілуге, сатылуға тыйым салынады. Экспортты ерікті шектеу. Экспорт тауарға белгіленген квота туралы ресми емес немесе ресми үкіметаралық келісім төңірегіндегі қабылданған экспорт көлемін сауда бойынша шектеуде серіктестердің бірінің міндетіне негізделген экспорттық сандық шектеу. Сауда саясатының жасырын әдістері. Көптеген елдерде бір жақты шектеулер арқылы экспорт пен импортты шектеуге көмектесетін жасырын протекционизмнің бірнеше жүздеген түрі бар. Олардың қатарына техникалық кедергілер, ұлттық техникалық және әкімгершілік ережелер, мемлекетке тауар әкелуге кедергі жасауға негізделіп құрылған сауда саясатының бір әдісі. Ең жиі тараған түрі техникалық сипаттағы кедергілер. Ішкі салықтар және алымдар импорттық тауарлардың ішкі бағасын көтеру арқылы оның ішкі рыноктағы бәсекелестік қабілетін төмендетуге бағытталған мемлекеттің сауда саясатының бір түрі. Мемлекеттік сатып алу саясаты. Мемлекеттік орган мен кәсіпорындар тауарды ұлттық фирмалардан ғана сатып алуды талап ететін сауда саясатының жасырын әдісі. Жергілікті талаптарды сақтауды талап ету. Ішкі рынокта сатуға бағытталған тауардың ұлттық өндірушілер арқылы өндіру үлесін заңды түрде белгілейтін мемлекеттік сауда саясатының жасырын әдісі. Әдістер, сауда саясат құралдары және негізгі реттеуші сала. Сандық әдісі сауда саясат құралдары кедендік баж салығы, тарифтік негізгі реттеуші саласы импорт. Сандық әдіс. Сауда саясаты шектеу, лицензиялау, ерікті шектеулер, негізгі реттеуші сала экспорт. Жасырын әдіс. Мемлекеттік сатып алу, жергілікті шартты сақтау жөніндегі талаптар, техникалық кедергілер, ішкі салықтар мен алымдар сауда саясат құралдары болып табылады. Негізгі реттеуші сала импорт. Әдіс. Қаржылық. Сауда саясат құралдары субсидия, несиелендіру, демпинг. Негізгі реттеуші саласы экспорт. Сауда саясатының қаржылық әдістері. Сауда саясатының қаржылық әдістерінің кең тараған түрі субсидия, несиелеу және демпинг. Субсидия бұл импорттың жанама дискриминациясы мен ұлттық тауар өндірушілерге қолдау көрсетуге бағытталған ақша төлемі. Субсидия төлемі сипаты бойынша мыналарға бөлінеді: тікелей және жанама. Экспортты жасырын субсидиялау экспорттық несиелеу арқылы жұмыс істейді, ал экспорттық несиелеу ұлттық фирмалар мен экспортты дамытуда мемлекетпен қаржылық реттеуді қарастыратын сыртқы сауда саясатының қаржылық бейтарифтік әдісі. Экспорттық несиелеудің мынадай формулалары бар: ұлттық экспортерлермен субсидияланған несиелер, шетел импортерлеріне мемлекеттік несиелер, ұлттық экспортерлерді экспорттық тәуекелден сақтандыру. Экспорттық несиенің мынадай түрлері бар: қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді. Демпинг дегеніміз
сол елдегі экспорттық бағаны нормалды баға деңгейінен төмендету есебінен сыртқы нарықта тауар қозғалысынан көрінетін сауда саясатының кездейсоқ пайда болатын формасы. Қаржылық бейтарифтік әдісі, демпинг формалары. Кездейсоқ пайда болатын демпинг, қасақана істелген әрекет демпингі, тұрақты демпинг, кері демпинг және өзара демпинг.